Профессор, қолтырауын кетіп қалыпты. Енді төмен түсуге болады. Байқа. Профессор, жағдайың жақсы ма? Рафузио? Сіздер профессор Рафузионы білесіздер ме? Мә саған. Бірақ ол Венецияда профессор емес еді. Ол менің қамқоршым болуы керек еді, бірақ ол маған дұрыс қарамады. Мына түкке тұрғысыз алаяқ Марконы алдап, мұрагерліктен айырып түрмеге жапқысы келді. Жұмжин, менің мойындауым керек. Мен сараң әрі 200 адам болдым. Бірақ қазір мен өзгердім. Қызық әңгіме. Ал сен жоғалып кеткенде мен қатты өкіндім. Сені өліп қалды деп ойладым. Қымбатты балам, сенің аман есен екеніңе сондай қуаныштымын. Маған сенбесең, мен оған түсіністікпен қараймын. Мен сенің сеніміңе лайық емеспін. Жоқ, бұл шындыққа жанаспайды, профессор. 2 апта бұрын профессор Рафузо біздің ауылға келді. Және содан бері ол біздің қонағымыз. Кешке қарай ол бізге қызық әңгімелер айтып, көңілімізді көтереді. Су астына батып кеткен қалалар жайлы, ұмыт қалған салт дәстүрлер, және тағы да басқалары. Ол дүние жүзі туралы көп нәрсе біледі. Өзің естіп тұрғандай, Марко, мен шынымен өзгердім. Шынымен бе? Иә, тіпті ол маған көмектесті де. Қалай? Біз Сүлеймен патшаның қазынасын іздеп жүрміз. Профессор Рафузо сол көмбені табатын белгілері бар көне жұмбақтардың шешуін тапты. Сүлеймен патшаның қазынасы? Иә, әфсанада айтылғандай, ол қазынада есебіне сан жетпейтін алтын бар екен. Аха, неге бұған сонша қызыққаныңның себебі белгілі болды. Марко мырза, менің дәлелдерім ғалымдардың айтқанында екеніне сені сендіремін. Біз кетуіміз керек, Марко. Және бізге жаңа қайық керек. Есіңде ме? Ей, сіздер біздің қонағымызбен бірге болыңыздар. Ауылға барған соң маған көрсеткен көмектеріңіз үшін жаңа қайыққа ие болатындарыңызға сеніңіздер. Рахмет, Жұмжин. Біз көмектескен соңғы адам мына кісі болсын. Солай деп ойлайсыздар ма?